Таныс болыңыздар, бұл азамат. Өзге қазақстандықтар сияқты азамат та өз үкіметін, яғни президентін, әкімін, парламент пен маслихаттағы өкілін сайлай алмайды. Билік органдары қазақстандықтардың атынан өкілдік етпейді, мүддесін қорғамайды. Оның себебі неде деп ойланып көрдіңіз бе? Тоқырау алдындағы ел. Тәуелсіздік алғалы Қазақстан үкіметі бірде-бір рет әділ сайлау өткізбеді. Әлдекімнің көңілінен шықпаған бәсекелестер жылдар бойы тіркеле алмай, сайлау нәтижесін бұрмаланды. Бәсекелестерден түбегейлі құтылу үшін үкімет тек бақылауға көнетін саяси партияларды сайлауға жіберіп, өзгелеріне тіркелу үшін үлкен талап қойып тастады. Осылайша, билік басында әртүрлі партия атынан өкілдік өтсе де, түбінде бір топтың адамдары отыратын болды. Бәсекелестік жоқ, қоғам бақылай алмайтын, түрлі саяси күштер тарапынан тежемелер мен теңестірмелер жүйесі жоқ сайлау жүйесі бар ортада, жемқорлық пен билікті асыра қолдануға оңтайлы жағдай туындайды. Бұдан бөлек, мемлекет халықтан тәуелсіз болғанда, бірі екіншісінің мүддесін ескермейтін болады. Осылайша өз былығын полиция мен сот көмегімен қорғап алады. Бұдан шығатын жол бар ма? Әрине, бар. Ойын ережесін өзгерту керек. Бұл өте маңызды. Мемлекет халық алдында есеп беріп, жайлы өмір сүруге жағдай жасасын десек, әділ әрі еркін сайлаудың болуын талап етуіміз керек. Өмірімізге сайлау мен партияның не қатысы бар деп сұрайтын шығарсыз. Қараңыз. Тәуелсіз партиялар қоғамға қажет саяси бәсекелестікті жасай алады, әрі саяси бағдарлама ұсынып, азаматтардың алдында таңдаудың болуына жағдай жасайды. Партия көп болған сайын, таңдау да көбейеді. Осы кезде ғана қоғамға мәселені шешудің жаңа жолдарын ұсынатын идеялардың дұрыс саяси нарығы қалыптасады. Сайлау әділ болса, азаматтар билікті өкілдік ететін саясаткерлерге беріп, өз мүддесіне жете алар еді. Сондай-ақ, берген уәдесін орындай алмайтын не жемқорлыққа белшесінен батқан үкіметті ауыстыра алар еді. Осы екі механизмнің өзара әсерлесуі дұрыс саяси орта қалыптастырады. Осылайша, билік, яғни сайланбалы президент, депутат пен әкімдер халық мұқтаждығын өтейтін болады. Олар биліктен қағылып қалудан қорқатын болса, биліктің нағыз қайнар көзі халықтың алдында өз уәдесін орындап, тыңғылықты жұмыс істейтін болады. Осы механизмдерді қалай жөнге сала аламыз? Бізге өзара ұйымдасып, тәуелсіз партияларды тіркеу мен әділ сайлауға қатысты талабымызды қоюымыз керек. Бұны өзгерте алсақ, қажет саяси балама таңдап, билікті бейбіт түрде ауыстыра аламыз. Ал бұны іске асыру үшін біз саяси партиялар мен сайлау аясындағы жетекші ғалымдар мен сарапшыларға қосылып, саяси реформалар жиынтығын әзірледік, және әрбір азаматтың оны қолдауын сұраймыз. Билік басындағылар оқшау әлемде өмір сүрмейді. Олар мына біздің ой пікірімізге тәуелді. Сол себепті бірлесе жұмыс істеуіміз керек. Бірлескендегі күшіміздің қандай екенін дұрыс бағалай алмай жүрміз. Әрқайсымыз кез келген ақпаратты жақындарымызбен, не достарымызбен әлеуметтік желі арқылы бөлісе аламыз. Топ, ұйым, қозғалыс не партия құрып, ортақ мақсатқа қол жеткізе аламыз. Талап пен әрекетті неғұрлым ұйымдаса отырып жасасақ, ол соғұрлым тиімді болады. Азаматтық тұрғыда жетілу үлкен жауапкершілік. Мемлекетті қозғаушы күші билікке жабысып алып, өткемдік етушілер емес, дәл осы жауапты азаматтар. Алданып